Қарашаның қап-қараңғы суық түні. Сансыз жұлдыздарды аспан қарақшысы ұрлап кеткендей. Көк күмбезін қою бұлт торлаған. Жапырағынан жұрдай болған тал-теректерді зәрлі жел жұлқылай түседі. Бір-біріне қажалған бұтақтар қорқынышты үн шығарады. Қасқырдың алыстан ұлығаны құлаққа талып жетеді. Олар үшеу еді. Жорық қашқар алдындағы батылдық үшін ащы судан тартып алған. Сонда да олар бүрсеңдеп келеді. Біреу арттарынан қуып келе жатқандай соңдарына жалтақ-жалтақ қарайды. Түн жамылып жортқан үшеуге қарайғанның барлығы жау болып көрінеді. Үркектеп келе жатқан соң ба жиі сүрінеді. Алдарынан қарауытып қабырстан көрінгенде бұрынғы қорқу ма, үстерінен біреу мұздай су құйып жібергендей тұла бойлары қалш-қалш етті. Олар шеткерек тұрған бір мазараттың ішіне кіріп, қойындағыларын суырды. Кесене іші кәдімгідей ықтасын екен, бойлары жылынғандай болды. Босаған бөтелкені отырған жерлеріне тастай салды. Үшеуі айналасын тағы да шолып шықты. Көздеріне бөтен ештеңе түспеді. Бүгжеңдеген үшеу жер бауырлап кетіп бара жатыр. Криминалды полиция басқармасының бастығы, полиция полковнигі Кенже Өмірзақов қатты ашулы екен. Жедел уәкілдер түгел жиналғанда ол өзінен өзі түтігіп отыр еді. Тағы не болып қалды екен деп өз ойларымен өздері алысып отырған шұғыл қызмет өкілдері басшыларының сөзін тосты. Қаратөбедегі қабірстанда сұмдық оқиға орын алды. Әлдекімдер жаңа ғана көмілген мәйітті ұрлап кеткен. О заманда бұл заман мәйіт кімге керек? Егер оның алтын тістері, басқа да бұйымдары керек болса, керектісін ғана алып кетпей ме? Өліктен несі бар? Менің түсінбей отырғаным осы жайт. Қазір мазар басында шұғыл оперативті топ жұмыс істеп жатыр. Қабірстан қарауылы ештеңе білмейді. Ол түнде жаураған соң сыртқа шықпаған, ешқандай дауысты естімеген. Криминалистер із кесіп көрді. Аяқтарына киіз байпақ киіп алған ба, бәтеңкенің не етіктің бүдірі де түспеген. Соған қарағанда олар бұл жорыққа мұқият дайындалған болып шықты. Із жолға дейін барады да шорт үзіледі. Осы жерде оларды көлікті адам күтіп тұрса керек. Әрі-бері ағылған мыңдаған машинаның қайсысы екен кім біледі? Иттер де осы жерге келгенде иіс жоғалтып айнал соқтады да қалды. Ендігі үміт сендерде. Осы іс ашылғанша бізде тыныштық болмайды, деді полиция полковнигі. Бәрі де үнсіз қалды. Мазардың қоршауын ұрлағандар кезіккен. Ана бір жылдары 2-3 алқаш өлгендердің тісін қағып, сатып жүрген жерлерінде қолға түсті. Мынау адам баласы естімеген сұмдық қой. Өлген адамның мүшелері трансплантациялауға да келмейді. Сонда өлікті олар не үшін ұрлады? Іс кесушілер осы сұраққа жауап таппай отырды. Жедел іздестіру тобын құрамыз. Іздестіру тергеу дәл қазірден басталады, деп Кенже Өмірзақов қарамағындағыларға шұғыл тапсырма берді. Жинақталған деректерді, болжамдарды әр сағат сайын генералға баяндап отыруымыз керек, деп тағы пысықтады. Мәйіт жуырда ғана қаза тапқан жас жігіттікі болып шықты. Әкесі мен шешесі баламыз онсыз да қанды қол қарақшылардың қолынан қаза тауып еді, енді сүйегіне де маза бермегені несі деп қатты қайғырды. Анасы талып қалды. Оған жедел жәрдем шақыртылды. Бұл жағдайда олардан жауап алу мүмкін емес еді. Сондықтан жабыққан жандарды жұбатып, жедел уәкілдер кері қайтты. Қаныпезерлерді қалайда құрықтаймыз, деп уәде берді. Мынау бір қиын түйін болды-ау. Қылмыскерлерді құрықтау оңай болмас, деп аға жедел уәкіл Болатбек әріптестеріне сөз тастады. Мұның бір кілтипаны бар. Мәйітті бостан-босқа ұрламайды, деді тергеуші полиция майоры Алмас. Қырсыққанда қасақана өлтірілген жігіттің қазасы кімнен болғаны да ашылмай қалған. Әке-шешесі өлген ұлдарына эксгумация жасатудан ада күде бас тартқан. Жедел уәкілдер оны бау ішінде өліп жатқан жерінен тапқан. Оның жүрек және бүйрек тұсына пышақ соғылғаны белгілі болған. Дәрігермен қалай келіскенін кім білген, оны моргтан алып, үйіне бір күн түнетіп, ертесіне жер қойнауына табыс етіпті. Тергеушілер қабірстан күзетшісінен тағы да сұрап көрмек болды. Ол кешегі жауабын тағы қайталады. Өзі қорқып қалған ба, тым бұйығыланып алыпты.
жақ ашпайды. Түнімен шошып ұйықтай алмай шықтым. Кешегі ұрланған мәйіт терезеден сығалап тұрғандай болды да тұрды. Құрысын, жұмыс табылмай кетсе де осы жерден кетпесем бе, деп күбірледі. Біз сізді кінәлағымыз жоқ. Мынадай қара суықта үлкен қабірстанды түні бойы аралап жүре алмайсыз ғой. Оның үстіне мәйітті ұрлайды деп ойламағаныңыз да белгілі. Дегенмен, жіптің бір ұшы шығып қалама деп келіп отырмыз. Әлденені білсеңіз, бізге хабарласыңыз, деп Болатбек оған телефон жазып қалдырды. Олар машинаға беттегенде Абдурахман тоқтай тұрыңыздаршы дегендей белгі берді. Айтпақшы, осыдан бір аптадай бұрын ба қатарынан 2-3 күн бір қыз осы мазардың басына келіп жылап тұрды. Әр келген сайын гүл қалдырып кететін еді, деді күзетші Абдурахман. Сол қызды көрсеңіз таныр ма едіңіз? деп Болатбек сұрақ қойды. Жоқ, танымас едім. Өйткені үнемі орамалмен бетін бүркеп алып жүрді. Оның үстіне қызды алыстан көрдім, деді күзетші. Алыстан көрсеңіз, оның жылап тұрғанын қалай білдіңіз? деп тергеуші қайыра сұрады. Көздерін қайта-қайта сүртіп тұрды емес пе? Шығып бара жатқанда да иықтары дірілдеп бара жатты, деді күзетші. Қыз тағы да келетіндей болса, бізге хабар беріңіз, деді Алмас. Осындағы сұмдықты естіген бе? Содан бері ізім қайым жоқ болып кетті ғой, деді Абдурахман. Япырай, осы қызды табар ма еді, деп қалды Болатбек. Қайтыс болған жігіттің әкесімен қайта сөйлесу керек. Ұлы үйленгелі жүрген қызын үйіне әкеліп көрсетуі мүмкін ғой, деді Алмас. Бәлкім, бәленің бәрі осы қызда болмасын, деп жедел уәкіл полиция капитаны Жанкелді күмән айтты. Олар қаралы үйге келгенде Жанайдар сыртта жүр екен. Үй іргесіне келіп тоқтаған автокөлікті көрген соң, көңіл айтуға келген әлдекімдер шығар деп ойлаған болар. Дауыстап балаларын шақырды. Формадағы жігіттерді көзіп, есік алдындағы орындыққа отырды. Көке, ренжімеңіз, бізге қылмысты ашу керек. Мазаламағанымыз жөн еді, бірақ көп жайтты білгіміз келеді. Онсыз қылмыс ашылмайды ғой, деді криминалды полиция басқармасының аға жедел уәкілі полиция подполковнигі Болатбек. Түсінемін, деді Жанайдар. Іштегі қатпар-қатпар мұңы мен зарын ақтара алмай құмығып жүрме, кім білсін. Әке иықтары солқылдап жылап жіберді. Жедел уәкілдері мен тергеушілер оны әзер жұбатты. Үйден Жанайдардың қызы шығып, әкесінің қолына су құйды. Жанайдар бет-қолын жуып, көзін сүртті. Көке, ұлыңыз үйленгелі жүрмеді? деп сұрады Алмас. Иә, қызықшылығын енді көреміз бе дегенде. Шерлі жүрек тағы да шыдай алмады. Келгендер әкенің өз-өзіне келуін тосты. Болашақ келініңізге үйге келіп таныстырмады ма? деп сұрады Болатбек. Әне-міне үйге келіп таныстырамын деп жүрген. Қыздың атын білмейсіз бе? Соны сұрамаппын, бәлкім қыздары білер. Көке, қызыңызбен сөйлесіп көрсек қарсы емессіз бе? Несіне қарсы болайын? Майра тым ұялшақ қыз екен. Бәлкім формадағы полицейлерді көрген соң қымсынған шығар. Болашақ жеңешеңнің аты кім еді? деп сұрады Болатбек. Гүлжаухар. Әдемі ат екен. Ол қай ауданның қызы еді? Қайда оқыды? Мүмкін жұмыс істейтін шығар. Сұрақтардың көп болған соншалық Майра қайсына жауап берерін білмей сасқалақтап қалды. Қай ауданның қызы екенін білмеймін, бірақ университеттің соңғы курсында оқиды. Қай университет? Мемлекеттік университет. Бізде мемлекеттік университеттер көп қой, соның қайсысы? Білмеймін, маған солай деген. Қандай мамандық бойынша оқушы еді? Ағатайым, жеңешең оқуда бітірген соң әдебиетші болады деп еді. Майраның есіне ағасы түсті ме, жылап жіберді. Қос қолмен бетін басқан күйі үйіне кіріп кетті. Оларға бұдан артық тұру ыңғайсыз көрінді. Жанайдар қарияға рахмет айтып жолға шықты. Осы біздің қалада қанша университет бар? деп сұрады Болатбек былайшыға. Жалпы 8-9 университет барын білемін. Соның 3-і ғана мемлекеттік болса керек, деді Алмас. Ендеше сол 3 университетті түгел аралап шығамыз. Гүлжаухар атты қыз көп емес шығар, деді Болатбек. Алмас пен Болатбек филиология факультетіндегі бірнеше қызбен танысты. Алайда Гүлжаухар атты қызды ешкім білмейтін болып шықты. Сонда Майра өтірік айтқан ба? Бәлкім қыздың есімін дұрыс айтпаған шығар. Бірақ бұлай болу мүмкін емес. Майра не үшін өтірік айтады? Университет ауласына бір топ студент кетіп бара жатты. Олардың қайсысына барып, сен Гүлжаухар танисың ба деп сұрарсың. Мынауың жынды шығар демесіне кім кепіл?
Осылай тұрғанда университет ғимаратынан екі қыз шықты. Екеуі де таныс сияқты. Иә, мына филология факультетінде болғанда осы екі қыз да білмейміз деп иықтарын қушитқан. Енді сол екі қыз күліп, әлденені әңгімелеп келеді. Курткаларының жағасын көтеріп, әр қызға бір қарап тұрған екі жігітті қыздар қалай көрмесін. Ағай, іздеген қызыңызды әлі таппай тұрсыз ба? Деп қызыл курткалы студент қыз Алмасқа қарады. Иә, таба алмай тұрмын. Қиын болған екен. Сірә ол қыз сізге атын жалған айтқан ғой, деп жанындағы ұзынша бойлы бойжеткен жымиып күлді. Қазіргінің қыздары сондай, абайламасаңыз алдап кетеді. Екі жігіт оларға не дерін білмей сасқалақталды. Алданып қалған адам болмас үшін екі қызды сөзге тартты. Төртеуі аялдап біраз жерге дейін барды. Кеше қар жауған. Айнала аппақ нұрға шомылып тұр. Ескерткіштің түбінде екі қыз бір-біріне қара атысып ойнап жүр. Бұтақтарына қар қонақтаған ағаштар ажарланып кеткендей. Ауа тұнық, төңірек, тап-таза. Сыңғырлаған күлкілер ауада ілініп қалғандай. Осындай әсерден де шығар, төртеуінің әңгімесі жараса кетті. Олар Меруерт кафесіне барып кірді. Қане қыздар, нешеміз? Деп сұрады Болатбек. Бізге бір шыны кофе болса жетеді, деді Мереке. Бәлкім, тәттіге тапсырыс берерміз, деді Алмас. Екі қыз бір-біріне қарады. Жігіттер олардың қарсылығына қарамастан түрлі тәттілер тамаққа тапсырыс берді. Бекер әуре болдыңыздар, деді Аяру. Оқасы жоқ, таныс-біліс бола отырайық, деп Болатбек әңгіме бастады. Әңгімеден әңгіме туындап, олар кафеде отырыңқырап қалды. Жастық шіркінді қойсаңшы, бұрын бірін-бірі білмесе де, аздаған әлжіл қалжыңнан соң сөздері жарасып сала берді. Екі бойжеткен келесі жылы университетті бітіретіндерін, содан соң алда үлкен өмір күтіп тұрғанын айтып өтті. Үлкен өмір ішіне тұрмыс құру, отбасы бақыты да кіреді ғой. Бұл жағы қалай еді сіздерде? Деп сұрап қалды Болатбек. Иә, ағайлар, сөз байласқан адамдарымыз бар. Жаңа сіздердің өтініштеріңізді жерге тастай алмадық. Үлкен қызметте жүрген ағалар ғой, шорши бермейік деп ойладық. Диплом қолға тиісімен алып кетеміз деген адамдарымыз бар, деді Мереке. Әйткенмен баршынға қиын болды, деп қалды Аяру. Иә, оған не болды? Деп екі жігіт елеңдесіп қалды. Ол да бізбен бірге диплом алатын еді. Жуырда уәделескен жігіттің қаншер біреулер пышақтап өлтіріп кетті. Жылап-жылап әл-дәрмені қалмады. Екі көзі бұлаудай болып ісіп кетті. Сонысына қарамастан Күмісбектің басына барып тұрды. Өткенде түнімен жылап шықты да ауылына кетті. Оған біреулер доқ көрсететін сияқты, деді Мереке. Болатбек пен Алмас бір-біріне жалт қарады. Олардың іздеп жүрген гүл-жауһарлары осы болмасын. Екі қызда бұлардың елең ете қалғандарын аса бір сезімталдықпен біліп қалды. Неге айттық мұны дегендей үрпиісті. Ол қыз қай ауданнан келіп еді? Толық есімі осы ма? Деп Болатбек бастырмалата сұрады. Бірінші курста есімнің алдына Нұрма, Гүлма бір қосымшасы бар сияқты еді. Кейін баршын деп кеттік қой, деді Аяру. Қай ауданның қызы еді? Деп Болатбек қайыра сұрады. Шалғайдағы Шарболат ауданының қызы. Ауылының аты Бесқұдық. Былтыр туған күнінде барлығымызды ауылына шақырған. Әкесі мен шешесі жақсы кісілер екен. Бізді жақсылап күтті, деді Аяру. Осы қыздарды кафеден соң шығарып салды да департаментке келді. Кенже Өмірзақов екеуінің әкелген хабарына аса қуанған жоқ. Оны бір қыздың өлтіруі мүмкін емес. Өлтірген күнде де мәйітін қазып алып ұрлап кетпейді, деді. Кенже өз бөлмесінде әрі-бері жүріп ұзақ ойланды. Қисынға сиятын еш нәрседе құрыққа ілінген жоқ. Қылмысты ашудың орнына жігіттерін ұстап қыздармен қыдырып жүрсіңдер, деп екі жедел уәкілге қаһарлана қарады. Екінші топ қабірстан басын ұзақ тұрған. Христиандардың ата-аналарды еске алу күні деген салт дәстүрі бар. Бір күні олар әке-шешелерінің қабірі басына келіп тазалық жұмыстарымен айналысады. Қорымның қоршауын түзеп сырлайды. Қабір басына шыққан шөп шаламды жұлып, оның орнына өздері әкелген гүлді қалдырады. Біз кеткен соң олардың әруақтары осы тамақ пен арақты ішеді деп сенеді. Міне осындай айтулы күндерден соң моланы аралап, тегін тамақ пен араққа қарық болатындар да бар. Бет-ауыздар домбығып ісінген осындай бірнеше адам кейпіндегі бейбақтар ұсталғанымен, олардың мұндай сорақылыққа баратындары табылмады. Полицейлер тіпті оларға арақта беріп көрді. Бірақ көрі қазып, мәйіт ұрлады дейтіндей қаныпезер анықталмады. Содан тергеп бұл бейшараларды босатқан. Олар ештеңе білмейтін болып шықты.
Болатбек пен Алмас ақыры Бесқұдыққа баратын болды. Жер шалғай еді. Таңертең шыққан олар түс қайта Бесқұдыққа зорға жетті. Шағын ғана ауыл, әркім өз тіршілігімен әуре. Шеткерек бір үйдің жанында тұрған жігіттен Гүлбаршын деген қыздың үйін сұрап еді, ол мұндай қызды танымайтын болып шықты. 250 шақырым жерден борандатып жеткенде еңбегіміз еш кетпес болар еді, деп ойлаған олар автокөліктерімен ілгері жүрді. Мектеп маңында бір топ мұғалім жиналып тұр екен. Сабақ біткен соң үйлеріне қайтар алдында кәкір-шүкір әңгімеге ілесіп аялдап қалған сияқты. Ауыр сөмке арқалаған бір топ оқушы бірімен бір жұлқысып ойнап барады. Баламсың деген олар ойынға тояр ма? Бір білсе осы мұғалімдер біледі, сұрастырып көрелік, деді Алмас. Олар мұғалімдердің жанына келіп көлікті кідіртті. Бейтаныс жігіттерді көріп ұстаздар бұларға таңдана қарады. Ассалаумағалейкум, деп екі жігіт оларға қолдарын созды. Я, қайдан келесіңдер? Деді жергілікті жігіттер амандық саулықтан соң. Біз полициядан едік, деп Болатбек шындығына көшті. Мұғалімдер Гүлбаршынның үйін білетін болып шықты. Арғы көшедегі қызыл шатырлы үй, деп жол сілтеп жіберді. Бөгде көлік бейтаныс жігітті көргенде Гүлбаршынның әкесінің көздері шапыраштанып кетті. Сірә қызы бар шындықты әке-шешесіне жайып салған болар. Қыз үйде, оны қайтпексіңдер, деді өзін жомарт деп таныстырған кісі. Ағасы, аздаған әңгіме бар, сосын кейін қайтамыз, деп екеуі үйге кіруге рұқсат сұрады. Баршын көпке дейін булығып сыр ашпады. Екеуінің екі жақтағы жігіт жақтап үгіт насихат жүргізгені зая кететін сияқты. Олар әкесі қасында отырғанда Гүлбаршынның сыр ашпайтын ұғынды. Сосын Алмас үй иесін сыртқа шақырды. Болатбек оңаша қалған сәтті пайдаланып сыр суыртпақтады. Жасұлан мен Гүлбаршын екінші курста оқып жүргенде танысты. Студенттер арасында әдемі бір әдеби кеш өтіп жатқан еді. Міне сонда Жасұлан өз өлеңдерін оқыды. Өлеңдері өзекке от салатындай отты екен. Гүлбаршын ақын жігітке қарап қалды. Ол да бұл кеште аянған жоқ. Қыз кешті жүргізушілердің бірі еді. Кеш соңы биге ұласты. Екеуі бірін-бірі тауып алып ұзақ биледі. Осы кездесу жүректерге шоқ тастады. Екеуі кездеспесе тұра алмайтын халге жетті. Жасұлан көршілес университетте оқиды екен. Осыншама уақыт кездеспей жүргендеріне екеуі де қайран қалды. Ақыры диплом алған күні шаңырақ көтеруге серттесті. Олар күн сайын кездесіп жүрді. Әр кездескен сайын Жасұлан оған жаңа өлеңдерін оқиды. Сөйтіп жүріп Гүлбаршын сыншы болып алды. Сүйгенінің жырларын екеулеп талқылайды. Бас айналдырған бақытты күндер осылай жалғаса берер ме еді? Араларына озбыр Оңласбек келіп килікпегенде. Ол да Гүлбаршынға ғашық болып қалыпты. Бірақ Гүлбаршын оны емес, Жасұланды сүйеді. Соны айтып көріп еді, Оңласбек тыңдамайтындай сыңай байқатты. Көнбесең көресің, деп дөңайбат көрсетті. Оның бұлай қоқыраңдауының да өзіндік сыры бар. Өйткені оның әкесі облыстағы ықпалды басшының бірі болатын. Байлығы жетіп артылады. Оңласбек қызға біресе Тойота, біресе джиппен келіп жүрді. Бірақ бойжеткеннің жүрегі байлыққа жібімеді. Оның үстіне Оңласбек бір сүйкімсіз жан, дөрекі. Әкесінің қызметімен байлығына сенетін шығар, өзін тым еркін ұстайды. Қызды байлықпен қызықтырып, өзіне қаратып алатынына аса сенімді. Әйтсе де Гүлбаршынның жүрегі тек Жасұлан деп соқты. Озбыр жігіттен екеуі де жырақ жүруге тырысты. Оңласбек қыз жолына көлденең тұруын қоймады. Қыздың көзінше Жасұланды талай таяққа да жықты. Сонда да Жасұлан сүйгенінен бас тартпады. Қайта қызды бұрынғыдан да жақсы көрді. Сезіміне селкеу түсірмеген сүйгеніне деген ризашылығы басым еді. Олар бір-біріне ынтыққан сайын Оңласбек аяқтарына орағытыла берді. Тіпті сабаққа барудан қалды. Сол күні олар кешке бірге тамақтанғысы келген. Ай сүттей жарық еді. Қала көшелеріне самаладай жарқыраған шамдар көңілді шартарапқа ала қашады. Гүлбаршын Жасұланды қолтықтап алды. Екеуі алдағы арман күндер туралы айтып келе жатты. Бақыт деді-ау, қос жүрек. Кенет бағана басындағы шам сарт етіп сөне қалды. Оны біреу атып сындырғандай еді. Сөйткенше болған жоқ. Қараңғылықтан үш жігіт шыға келді де Жасұланға жақындай берді. Қызға тиіспеңдер, жігіт болсаңдар жекпе-жекке шығайық, деді Жасұлан. Олар дүлей күш еді. Пышақ жарқ ете қалды. Гүлбаршынның тізелері қалтырап, өзіне бағынбай бара жатты. Әлден соң көзін ашқанда қансырап жатқан сүйгенін көрді. Көшеге жүгіріп шығып, адамдардан көмек сұрады. Жедел жәрдем дәрігерлері Жасұланның білегін ұстап көрді де бастарын шайқады. Гүлбаршын талып құлады.
Бірде Жасұланның қабірі басына барып жылап-жылап қайтып келе жатыр едім. Алдымнан оңласбек шыға келмесі бар ма? Қайдан келесің? Деп сұрады ол ызбарлана. Жасұланның басына барып келе жатқанымды бүккенім жоқ. Енді оның оралмайтынын білмейсің бе? Деп кекетті ол. Бұдан былай осы маңайдан көретін болсам оңдырмаймын, деп тағы сес көрсетті. Мен бәрібір қабір басына баруды тоқтатпадым. Өйткені бір күн бармай қалсам, Жасұлан жалғызсырағандай маған өкпелейтіндей сезінуші едім. Іштегі барлық мұң-зарымды соған ақтарып, жеңілдеп қалатынмын. Оңласбектің озбырлығына қарамастан Жасұланыма тағы да бардым. Қайтар жолда әлгі дүлей күтіп алды. Көздері құтырған қасқырдікіндей қанталап кеткен. Тістерін қайрап, сықыр-сықыр еткізгенде зәрем ұшты. Жәні жәннатта жүрген Жасұланыңды және жоқтап келесің бе? Деді түкірігі шашырап. Мен үндемедім. Ол мені нұқып қалды. Онсыз да қалтырап тұрған мен құлауға шақ қалдым. Бірақ қорыққанымды сездірмеуге тырыстым. Мен саған ескертпеп пе едім? Деді оңбаған. Нені? Дедім білмегенсіп. Мына молаға қайтып келме деп, деді ол. Онда сенің не шаруаң бар? Дедім жынды сүлейге. Ол мені көлігіне күштеп мінгізді. Әлде бір жерге келгенде көліктен түсіріп, үлкен зәулім үйге кіргізді. Қасындағы қасқырдай жігіттер қозғалуыма мұрша бермеді. Бір бөлмеге әкеліп қамап тастады. Олар бильярд ойнады, арақ ішті. Бәрін естіп жатырмын. Әлден соң оларға бір топ қыздар қосылды. Не бір сұмдықты сезіп естіп жаттым. Бір кезде әлгі қорқаулардың бірі: «Оңке, мына аруыңды да бүктей салмайсың ба?» деді. Мені айтып тұрғанын біліп тұла бойым түршікті. Қорыққанымнан денем дір-дір етті. Оңласбектің дауысын таныдым. Мен ол қызды сүйемін. Ертеңіне арғы күні үйіме келін қылып түсіремін. Мынандай жерде оны зорлаған жоқ, деді. Бұл айуанға күйеуге тигенше асылып өле салайын деп ойладым. Бірақ бөлмеден шыға алмадым. Таңертең есікті әлгі оңбағанның өзі ашты. Олар отырған бөлме түтін мен арақтың иісінен әбден сасып, иістеніп кетіпті. Ол маған кофе алдырды. Сабағыма барып келейін. Не айтсаң да еркіндемін дедің. Басқа амалым да жоқ еді. Ол мені университетке өзінің көлігімен жеткізіп салды. Осы жерде күт, 1 сағаттан соң шығамын дедім. Егер айтқан уақытта шықпасаң, түндегі қыздардың кебін киесің, деді әлгі сойқан. Өмірімнің түнекке айналып бара жатқанын сездім. Басқа университетте сыныптас қызым бар еді. Соған такси ұстап тез жет деп қоңырау шалдым. Университеттің басқа есігінен шығып тура ауылға тарттық. Соңымнан іздеп келіп сойқан салады ма деп қорқып жүрдім. Ауылды таппады ма, әлде басқадай себеп болды ма білмеймін. Ол іздеп келмеді. Бәлкім диплом үшін университетке бір келер деп күтіп жүрған шығар деп Гүлбаршын сыр ақтарды.